Саламатсыздар ма? Мен Тойшыбаев Қаныбек Нұрлыбаевич, жоғары инженерлік технологиялық колледжінің өндірістік оқыту шеберімін. Бүгінгі біздің бейне сабақтың тақырыбы техникалық өлшеу негіздері және өлшеу құралдары. Техникалық өлшеу негізіне ол дейтін әрбір өнімнің стандартқа және техникалық жағдайына физикалық мөлшерінің сай келуін айтады. Техникалық өлшеуді зерттейтін ғылымды метрология деп атаймыз. Метрологиялық бақылау деген болады. Ол дейтін әрбір құралдың, аспаптың жаңағы өлшеу, физикалық өлшеу шамасын анықтайтын, бақылайтын ғылым болып есептеледі. Бүгінгі біздің сабақта енді мына өлшеу құралдарымен таныстырып өткенге біздің мына слесарлық практикада пайдаланатын өлшеу құралдары біздің шеберхананың ішіндегі бірінші бізде де қарапайым міне линейка, темір линейка сызғыш бірінші. Екінші, мына жерде штангент циркульдер бар бізде, ШЦ 1, мына екі түрі бар. Мұнда өзінің өлшеу дәлдігі әртүрлі. Мына штангент циркульдер көріп тұрсаңыздар, мына өлшеу бірлігі міне класс 2, өлшеу бірлігі 0,1 мм. Бұл дегеніміз 1 мм-ді 10-ға бөледі деген сөз. Екінші штангент циркульда бұнда өлшеу дәлдігі міне 0,05 мм. Бұл дегеніміз 1 мм-ді 20-ға бөледі деген сөз. Енді мына ШЦ 2 деген штангент циркуль. Бұның өлшеу дәлдігі 0,05 мм. Сосын мұнда ШЦ 2 штангент циркуль, оның дәлдігі 0,1 мм. Мынаның дәлдігі мынаған қарағанда сәл төмендеу. Так. Қазір біз енді бәрін общий жалпы таныстырып өтемін, сосын каждый аспапқа бөлек тоқтаймыз. Мынау бізде штангент рейстинг дейтін құрал. Бұл детальдің сыртынан биіктігін өлшеу үшін арналады. Мынау бізде нутромер дейтін, ішкі ұзындықты өлшейтін құрал. Нутромер деген. Так, мынау бізде микроскопический нутромер дейді. Бұл дейтін, бұның өлшеу дәлдігі 0,1 мм. Бұл микрометр сияқты дәл өлшейді. Өлшеу диапазоны 25 мм-ге дейін барады. 0-ден 25 мм-ге дейін барады. Так, ендігі мына жерде біздерде 4 микрометр бар. Мына бірінші микрометріміз 0-ден 25-ге дейін өлшейді. Мына өлшеу дәлдігі 0,1 мм. Одан кейінгі микрометр біздің 25-тен 50 мм-ге дейін өлшейді. Өлшеу дәлдігі 0,1 мм. Сосын үшінші микрометріміз ол 50-ден 75-ге дейін өлшейді. Мына 50-ден бастап 75-ге дейін өлшеу дәлдігі тоже 0,1 мм. Және төртінші үлкен микрометріміз, бұның өлшеу диапазоны 75-тен 100 мм-ге дейін, өлшеу дәлдігі 0,1 мм. Мына 4 микрометрдің де өлшеу дәлдігі бірдей, кейбіреулер сұрауы мүмкін. Неге бұлар бір үлкен ұзын микрометр жасауға болмайды деп? Себебі мынаның ішінде резьба бар, микрометрический, өте дәлдік. Ол дейтін только 25 мм-ге есептеледі. Одан арғаты үлкен есептелсе, біздің өлшеу ауытқуымыз өте көбейіп кетуі мүмкін. Сосын осындай 25 мм-ден жасалған.
енді оның сыртында біздерде бұл жерде шуп бар. Шуп деген жаңағы саңылауды өлшеуді. Саңылау өлшеу. Бұның диапазоны 0,100-3-тен басталып 0,45-ке дейін келеді. Бұл шупты қазір неге пайдаланатынын мен сіздерге айтып өтемін сосын. Сосын бұл жерде шаблондар бар. Радиус құбырдың сыртқы радиусынан білуге болады, сосын ішкі радиусынан диаметрін білуге болатын шаблондар бар. Бұлда 7 мм-ден бастап 24 мм-ге дейін келеді. Оның сыртында бізде калибрлер бар, резбаға арналған. Бұлар резбаны жасағанда, мынадан өткізгенде резбаның дәлдігін білінеді. Мұнда жазылып тұр, М12 дейді. 12-ші диаметрлі резба, сосын шақ резбасы болады. Көрсетілген, мұнда М24 көбейтілген 1,5. Бұның диаметрі 24 мм-ді, резбаның шағы жаңа адымы 1,5 мм. Енді біздер неге тоқталып өтейік. Бірінші, штангенц циркульді тоқталып өтейік. Штангенц циркулдің өзі негізінен бірінші тұрады штанга линейкіден, екінші мынау жоғарғы еріндері болады, бұл ішкі диаметрді өлшеу үшін, сосын төменгі еріндері сыртқы диаметрді өлшеу үшін, сосын мына жерде мынау рамкасы қозғалмалы, сосын мынау рамканы бекітетін стопорный винт дейді. Бұрап қойсақ, мынау өз тұрып қалады. Мына линейка бұл тереңдікті өлшейтін линейка болады. Терең детальдің ішін өлшейтін линейка болады. Сосын мына жерде нониус дегені бар. Нониус дейтін 0-ден басталып 10-ға дейін. Мұнда класс екінші класс дәлдігімен. Біз 1 мм-ді 10-ға бөлгенде 0,1 мм дәлдік болады. Бұл дегеніміз 1 мм-ді еще 10-ға бөлінеді деген сөз. Екінші шытсы бір штангенц циркуліміз сол сияқты. Бұның айырмашылығы, бұның дәлдігі 0,105 мм, бұл 1 мм-ді 20-ға бөледі. Бұл жерде 20-ға бөледі. Басқа ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл штангенц циркулі қарағанда өте дәлдеу есептейді. Енді шытсы 2 штангенц циркулі. Шытсы 2 штангенц циркулі, шытсы 1-ден айырмашылығы, бұнда өлшеу диапазоны кішкене ұзындау 26 см-ге дейін. Сосын мына 2 бұрышымен бұлай ұшты меткі салуға да болады. Сосын мына ішкі диаметрін төменгі немен өлшейміз. Сосын мына жерде көріп тұрсаңыздар 10 деген цифр бар. Ол 10 деген цифр, жаңа біз ішкі диаметрді өлшегеннен кейін оған 10 мм қосамыз. Сосын мына жерде микрометрический винт деген бар. Ол нені көрсетеді? Ол мынаны жаңа біз бекітіп қойып, микрометрический винтті өте дәлдікпен өлшейтін болсақ, мына винтті қозғаймыз, сонда біздің неміз алға, артқа өте дәл есеп алу үшін қозғалады. Енді бұның сыртында шытсы 3 дейтін штангенц циркулі болады. Ол бізде өкінішке орай жоқ. Сосын индикатор бар штангенц циркулі болады. Сосын электронный штангенц циркулі болады. Соңғы шығатқандар. Біздер осы бұрынғы штангенц циркулімен пайдаланамыз. Бұлардың да дәлдіктері өте жоғары. Ешқандай қате жібермеуге мүмкіндік береді. Мына жерде құбырдың сыртқы диаметрін өлшеп жатырмық. Біздерде көріп тұрғандай қазір стопорный винтпен бекітіп қойайық, қозғалып кетпес үшін. Бізде 42 бүтін. Енді қазір қараймыз, қай астыңғы сызық пен үстіңгі сызық дәл келеді, сол бізге дәл размерді көрсетеді. Мына жерде 42 бүтін 25 мм, 25, 30, 25 дәл келіп тұр. Біздің сыртқы диаметрі 42 бүтін 25, 100-25 мм болады. Енді ішкі диаметрін өлшейік қазір. Ішкі диаметрін бұлай өлшейміз.
Так, ішкі диаметрі бізде қазір айтайын. Міне. Так, 35, 36. Так, қайсы дәл келіп тұр? Міне 3 саны дәл келіп тұр. Значит, 36,130 мм болады ішкі диаметрі. Так, бұл ШЦ бір штангенциркульмен өлшедік. Енді ШЦ 2 штангенциркульмен өлшеп көрейік. Бұның дәлдігі кішкене жоғарылау. Так, мына сыртқы диаметрін өлшейміз. Сыртқы диаметрі бізде қазір мына 42-де. Так, 42 бүтін. Так, 20 мына. Мына 20 дәл келіп тұр. 42 бүтін 20 миллиметр. Так, 42 бүтін 100-ден 20 миллиметр болады. Енді ішкі диаметрін өлшегенде бұнда жаңа айтқан ерекшелігі бар ғой, біздер айтқан. Мұнда біздер өлшейміз, сосын мына 10 санын қосамыз. Так, мына жерде ішкі диаметрі бізде 36 бүтін. Так, 26 бүтін. Так, 26 бүтін 10. Мына 10, оған 10 сантиметр қосамыз, сонда 36 бүтін 100-ден 10 миллиметр болады. Так, вот мына штангенциркульмен біздер жұмыс жасап болдық. Мына жерде біздер давайте өлшеп кетейік. Мына жерде линейкамен мына шоңқырдың тереңдігін өлшеуге болады. Мына шоңқырдың тереңдігін өлшейміз линейкамен. Мына. Так, өлшедік. Қазір қараймыз. Неше көрсетіп тұрған. Бұнда міне өздерің көріп тұрғандай міне 78-де так 80. 78 бүтін 100-ден 80 миллиметр болады. Мына ішіндегі шұңқырдың тереңдігі. Так, ендігі мәселе біздерде мына жаңағы терең өлшегіш. Бұл да штангыдан тұрады, сосын мына основание дейді, негізі. Бұны өлшегенде былай жасаймыз. Міне ненің ішіне жібереміз. Жіберемізде міне тірелді ғой. Сосын мынаумен фиксация жасаймыз. Стопормен, содан кейін міне қараймыз. Размері қандай. Міне мында так 135 бүтін так 135 бүтін 70 миллиметр. Міне 7 дәл келіп тұр бізде. Так, келесі құралымыз біздің ендігі штангенрейсмус дейді. Штангенрейсмус дейтін штангенциркуль сияқты, бірақ только жоғарғы положениеде өлшейді биіктігін. Мысалы, мына темірдің биіктігін, например, мына қолға ұстап тұрып өлшеуге мүмкіндік болмайды. Біздер осылай өлшейміз. Ол үшін бірінші мынаны тегіс плитаға қоямыз екеуінде, сосын міне саламыз, сосын мынаны бекітеміз и қараймыз. Мұнда көріп тұстар ғой міне. Бүтін сан, міне 0 дейтін біздің, нониустағы 0-іміз дейтін. 195, 196, 197, 198 бүтін. Қазір қарайық, қайсысы дәл келіп тұр. Міне 30 дәл келіп тұр. Үлкен астыңы мен үстіңіз. Значит, 198 бүтін 30. Мына ең микрометрлер. Мысалы, мына машинаның коленвалы. Машинаның коленвалы жүре бара тозиды. Тозғанда біздер бұны ремонтқа жөндеуге жібереміз. Бұның 4 жөндеу размері бар. 0,25, 0,50, 0,75 и 1 деген. Енді қазір біз өлшеп көреміз. Мынау шатунный шейкілері, мынау бесеуі коренной шейкілері. Осыларды қайтып егеп жөндейді. Ол үшін біздер мысалға бірінші шатунный шейкіні шамасы алу үшін штангенциркульмен өлшейміз. Штангенциркульмен өлшесек, бізде, например, мынау 47-дің тұсында. Значит, бізге қандай микрометр керек? Бізге 25 пен 50-дің аралығындағы микрометр керек, мына 47. Қазір аламызда өлшейміз. Мына. Бұның дәлдігі өте жоғары. Так. Міне, мынау стопор, былай бекітіп қойған. Енді оқимыз. Қалай оқимыз? Міне, бірінші, мына неде көрсетіп тұрған основной шкала. Основной шкалада міне қазір көрсетіп тұр. Так, міне,
45, 46, 47. 47 бүтін, мынау үстіңгі шкала 0,50 1 мм жартыға бөледі, 47 бүтін 50, мына нөліміз келіп тұр. Значит, бұның размері 47 бүтін 100-50 болады. Так, енді осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді балдар, сіздер өздеріңіз үйде жаңа осындай құралдар болса, кез келген детальді алып, өлшеп, тәжірибе алуға болады. Назарларыңызға рахмат.